Ұлы дала жорығы басталады. Бірер күннен кейін, нақтырақ айтқанда 20 қыркүйек күні кезекті халықаралық бәйге марафоны басталмақ. Оны Торғай даласы қабылдайды. Анық-қанығын әріптесім Аслан Қаженов айтады. Қостанай ат спортының астанасына айналуы керек. Міне, кейінгі кезде дәл осындай бастама жиі көтеріліп жүр және оны орындауға қатысты нақты жоспарда құрылды. Соның бір көрінісі ретінде, соның бір негізі ретінде аталмыш аймақта Ұлы дала жорығы ұйымдастырылмақ. Халықаралық бәйге марафон Қостанай облысының Торғай даласында болады. 500 шақырымға созылады, 5 күн өтеді және оған Қазақстаннан 16 команда, Қырғызстаннан 2 команда және көрші Ресей елінен 1 команда қатысады. Сәйкесінше бәсекелестікте өте жоғары болады деген сөз, өйткені қатысушы командалар арасында бұған дейін енді 5 рет Ұлы дала жорығы ұйымдастырылса, соның 5-еуінде де топ жарған командалары бар. Нақтырақ айтқанда Маңғыстау облысы, Жетісу облысы, Астана қаласы және көрші Ресейдің Кабардин-Балқар командасы жарысқа араласады. Бұл өңірде климаттық жағдай өте ыңғайлы, қысы-жазы ат спортымен айналысуға болады. Және тұрған жері де ыңғайлы. Бір жағымызда Ресей Федерациясы, одан ары қарай Европа, Орталық Азиямен байланысқа өте ыңғайлы бұл жерлеріміз. Сондықтан осы жерде өткізуді таңдап шешіп отырмыз. Енді ат спортының нарқы әлемдік халықаралық бұл күндер өте артуда. Бүгінгі күні ол 400 миллиард доллардан асады. 2030 жылға дейін бұл 2 есе артады, 900 миллиард долларға дейін өседі деген болжам бар. Сондықтан ат спортының орталығын айналдыру бұл тек өңірдің ғана емес, еліміздің экономикасына да үлкен әсерін берері сөзсіз. Ал енді командалардың барлығына тоқтала кететін болсақ, Атырау облысы, Ақтөбе облысы, Алматы облысы, жоғарыда айтылған Астана қаласы және Батыс Қазақстан мен Шығыс Қазақстан облыстары биыл команда қосып отыр. Осы бәйге марафонға бұдан бөлек Абай облысы, Маңғыстау облысы, Жамбыл облысы, Қостанай облысы, Жетісу облысы және Ұлытау облыстары да осы бәсекеге тіркелді. Айта кету керек, Маңғыстау облысынан 2 команда, Қостанай облысынан 2 команда қатысады. Бұған қоса, осы Қазақстан халқы ассамблеясының 30 жылдығына байланысты биыл бірлік деген командада арнайы тіркеуден өткен екен. Міне бас аяғы 19 команда, енді айттық, жоғарыда Ресейдің командасы бар, Қырғызстанның командасы бар деп, барлығын қосқанда 19 команда өзара мықтыны анықтайды. Тағы бір айта кетерлігі, дәл осы бәйге марафон Міржақып Дулатұлының 140 жылдығына арналып отыр. Яғни осы датаға байланысты Қостанай облысында әртүрлі форматтағы спорттық және мәдени шаралар болады. Соның бір негізі ретінде ең үлкен бір ауқымды жобалардың бір ретінде Ұлы дала жорығы ұйымдастырылады. Міржақып Дулатов атамыздың туған күні 140 жылдығына байланысты халықаралық марафон өтейін деп жатыр. Оны өздеріңіз білесіздер, барлық ақпарат құралдарынан беріліп жатыр. Бұл жерде үлкен бәйге болады, ұлы аламан болады, 70 шақырымдық. Содан кейін енді ең басты программаның бірі бұл марафон 500 шақырымдық. Ол мысалы көктемде Алматы облысында өтіп, біздің Қостанай облысының командасы, Алюр командасы бірінші орын алды. Енді сол қазір осы Қостанай Торғайдан бастап алады да арқалықтан барып бітеді 500 шақырым. Бәйге марафон 5 күнге созылады. Сәйкесінше қатысушылар әр күн сайын 100 шақырымнан бағындырып отыруы керек. Бұған дейін Ұлы дала жорығы 5 мәрте ұйымдастырылды және сол аралықта мынау аттың қауіпсіздігіне байланысты, адамның денсаулығына байланысты, басқа да тетіктерге байланысты олқылықтар ескеріліп, жаңадан талаптар енгізілді, жаңадан ережелер жазылды. Енді осы жолы соның барлығы сақталуы керек. Соның арқасында жоғарғы деңгейдегі бәсеке болатындығы анық. Біз сол жарыс ортасында болып, күнделікті осы 24 KZ арнасы арқылы соңғы ақпараттармен бөлісеміз және қатысушыларға барынша ақпараттық қолдау танытамыз. Басы қасында жүрген мамандарға және жарысқа араласатын командаларға тек қана сәттілік тілейміз. Аслан Қаженов, Ғалымжан Абдалахат, 24 KZ.